Саламатсыздар ме 5 сынып оқушылары? Мен сіздермен бүгін ондық бөлшектерді төмендеу, яғни жаңа тақырып, жаңа ұғымды түсіндіретін боламын. Яғни бұл жерде біз дөңгелектеу, жуықтау деген мағынаны қалай түсінеміз? Мысалы, бізге сырттан сыныбымызға бір адамдар келетін болады. Яғни ол адамдар бізге қарап, мына сыныпта 10 шақты, 10-ға жуық оқушылар бар деп айтады. Олар деген нақты санын білмейді, бірақ та жуықтап сол санды айтатын болады, яғни оқушылар санын айтады. Енді мысалы біз топқа бөлінеміз, бірінші, екінші топтарға бөлінетін болсақ, біреу тұрады да, мына топта 5-6 оқушы бар, мына топта 7-8 оқушы бар деген сияқты жуық мәнмен айтады. Яғни сол мәнге жақын мәнді айтатын болады, нақты мәнін айтпайды. Енді дәл солай біз қазір сандарды жуықтап үйренетін боламыз. Тақтаға мән беретін болсақ, бұл жерде бізде сан беріп тұр, яғни 739.684.000. Бұл жерде қалай? Мына жерде жуықтау мәні бізде осылай толқынды ирек сызықпен сызылатын болады. Яғни тең боладыдан бөлекше, яғни бұл бізде жуықтау мәнін табатын боламыз осылай. Ары қарай бізде бірлік, ондық, жүздік, мыңдық, 10 мыңдық деген сияқты сандар беріледі. Оны қалай жуықтаймыз? Бізге мысалы айтады, мына жерде тұрған ондық үлеске дейін дөңгелекте дейді. Ондық үлеске дейін алдындағы сандарды жазып қоямыз, яғни 73, 96, тиіспейміз, біз жазып қоямыз да. Енді 8-ге тиіспей, артындағы санға қараймыз, яғни артындағы сан бізде 4-тен төмен болатын жағдайда 0, 1, 2, 3, 4 болса, 1, 2, 3, 4 болса, біз оны дөңгелектеп бір санын қоса алмаймыз. Яғни дәл сол қалпында 0 болып қала береді. Егерде енді ары қарай бізге жүздікке дейін дөңгелекте десе, жазып қарайық. Мысалы 739.680 сол санды жүздікке дейін дөңгелектейік. Мысалы мына санды жүздікке дейін дөңгелектесек, алдыңғы санын жазып қоямын. Енді қарайық. Мына жерде 6 болса, мен артыңғы саныма қараймын. Артыңғы саным менің 8. Яғни 5, 6, 7, 8, 9 сандарын біз бір бүтін, яғни бір санын алдыңғы санға қосаламын. Яғни мен 8 болсам, бір санымды 6 санына бере аламын. Оны қалай есептейміз? Яғни 8 санын бір санын беретін болса, менде 7 сан шығады. Мына жерінде менде 2 нолым қалып қоятын болады. Сіздерге оқушылар түсінікті ме? Енді қарай, ондық бөлшектерді қарайық. Ондық бөлшектерді қалай дөңгелектейміз? Яғни, мына жерде жаңа біз артынан санадық, мына жерде бірлік, ондық, мыңдық деп. Енді ондық бөлшектерде біз керісінше үтірден кейін ондығым, жүздігім, мыңдығым деп есептейтін боламыз. 3 санын менде бізге беріліп тұр, мысалы, ондық үлеске дейін дөңгелекте десе, 75 бүтінімді жазып қоямын. Яғни 2-ден 9-ға бере алмаймын, себебі бізге 5-тен кейін ғана бере аламыз. 9-дан 3-ке мен, яғни бере алам, себебі бізге үлкен. Сонда 75,4 болады. Мына жерді қарасақ, бізде жүздікке дейін дөңгелекте десе, алдыңғы санын жазып қоямын, 831 бүтін, оннан 6-ға тиіспеймін, жүздігім 4, артыңғы саны менде 7-ге тең болғандықтан мен не істеймін? Бере аламын. Сондықтан 5 саны менде қала береді. Енді оқушылар есептерге көшсек, номер 991 есепте бізде берілген ондық үлестерге дейін дөңгелекте деп. Яғни, мына ондық бөлшегімізден ондық үлесімізді тауып аламыз. Қайсысы? Яғни, бүтіннен кейінгі ондық үлесім мына жерде. Дөңгелектеп көрейік. 5-тен мен 0-ге берсем 1 болады. 1-ден бере алмаймын. Яғни 6 санынан мен берсем, менде 7,4 шығады екен. Келесі екінші есебінде жүздік үлестерге дейін дөңгелекте деген. Яғни менің жүздігім, бірінші саным ондығым болса, екінші саным жүздігім болады. Соның артындағы санға қараймын, яғни мен 3 санынан бере алмаймын. Сонда менде тек қана 0,128 сан шығады екен. Ары қарай менде берілген мыңдық үлестерге дейін дөңгелекте деген. Мыңдығым
5 саны болса, артындағы санға қарай, яғни 0 санынан ештеңе бере алмаймыз, сонда менде 0,1675 тек саны шығады екен. Ары қарай 993-ші есепте шамалардың жуық мәндерін бүтінге дейін дөңгелекте бос орындарды толтырыңдар деген. Яғни бұл жерде біз бірінші мына санымызды, метрімізді бірінші біз километрге айналдырып алуымыз керек. 1 метрде бізде 1000 километр бар. Оны айналдыру үшін мына 7835 санымызды 1000-ға бөліп аламыз. Оны оңай тәсілмен бөлу үшін біз деген осы тақырыптың алдында 0,1, 0,101, 1110 сандарына үтір жылжыту арқылы бөлу көбейтуді үйрендік. Сол тәсілмен жазатын боламыз. Яғни бізде 1000 санында 3 нөліміз бар. Алға қарай жылжыту арқылы 7,1835 деп алатын, 10,835 деп алатын боламыз. Яғни сендерге бүтінге дейін дөңгелекте деп тұрғандықтан, бүтінім менің 7 санына дейін дөңгелектеп көрейік. 3 санынан бере алмаймын, 8 санынан беріп, яғни 1 бүтін беріп, 8 километр деп алатын боламыз. Ары қарай екіншісінде сантиметрімді маған метрге айналдыр деп тұр. Яғни сантиметр, 1 метрімді 100 сантиметр бар. Сондықтан оны айналдыру үшін 100-ге бөлетін боламыз. Яғни екі түрімізді алға қарай жылжытамыз. Сонда менде 3,16 шығады. Оны бүтінге дейін дөңгелектегенде 6-дан береміз. Яғни 2 шығады. 2-ден мен 3-ге бере алмаймын. Сонда тек қана 3 метр шығады екен.